Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бірге куриный суп жасаймыз, яғни тауықтың сорпасы. Өте керемет. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз тауықтың сүйектерін немесе еттерін алып, осылай жуып аламыз. Жуғаннан кейін қатты отта 1 рет қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін суын төгіп, қайтадан үстіне су құйып қайнатамыз. Үстіне кішкене тұз саламыз. Ең алдымен бізге керегі 1 дана пияз, 1 дана сәбіз. Пиязды осылай ұзынша қылып турап аламыз. Сәбізді теркадан өткізсеңіздер болады, немесе ұсақтап турасаңыздар да болады. Жеке ыдысқа, табаға қыздырып алып, үстіне сұйық май құямыз. Сұйық майдың үстіне тұз себеміз, қалауларыңызға байланысты. Пиязды салып, қуырып аламыз. Қуырылып жатқан пияздың үстіне кептірілген чеснокты немесе балғын чеснокты турап салсаңыздар болады. Пиязды осылай қызыл болғанға дейін қуырып аламыз. Үстіне теркадан өткізілген сәбізді алып, салып, тағы да біраз қуырамыз. Міне біз сәбіз бен пиязды осылай қуырып алдық. Енді газдың астын өшіріп қоямыз. Тауық еті қайнағаннан кейін бізде осылай көбіктер шығады. Барлық көбіктерді алып аламыз. Қалауларыңызға байланысты дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мендегі магидің приправасы, немесе ешқандай да приправа қоспай қойсаңыздар да болады. Тауықты піскенге дейін осылай қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін үстіне қуырылған пияз бен сәбізді алып саламыз. Біраз уақыт қайнағаннан кейін ішіндегі тауық еттері немесе тауық сүйектерін алып, турап аламыз. Турап алынған тауықтың еттерін алып, сорпамызға қайтадан саламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты аскөк қоссаңыздар болады. Менде укроп пен жусай. Сорпа толықтай қайнап, ішіндегілердің барлығы пысқаннан кейін осылай мампар қоссаңыздар болады, немесе кеспе қоссаңыздар болады. Барлығын толықтай пісіріп аламыз. Сорпаға салынған мампар пысқаннан кейін үстіне аскөк салыңыздар. Астын басып, қақпағын жауып 5 минутқа қойып қоямыз. Асқазанға ауырлық тудырмайтын дәрумендерге толы бұл тауықтың сорпасын сіздер міндетті түрде менің рецептіммен жасап көрулеріңіз керексіздер. Барлықтарыңыз міндетті түрде бұл тауықтың сорпасын жасаңыздар. Өте дәмді, пайдалы, әрі тойымды, жеңіл тағам болып табылады. Сіздермен бірге болған Еркежан, назарларыңызға рахмет.